Қазақтың тұтастығының ар жағында негізі түркі дүниенің тұтастығы дейтін нәрсе бізге ауадай қажет. Өйткені біздің тағдырымыз бір. Біздің қырғызбен тағдырымыз бір. Біздің өзбекпен тағдырымыз бір. Түркменмен тағдырымыз бір. Ноғай мен қазақ шын мәнінде бір ұлт ол. Оны түсіну керек. Біз туысымсың, мен бауырымсың сен, білесің. Башқұрт менің бауырым. Өйткені башқұрттың құрамында менің Жағалбайлым бар, менің табыным бар, олар Қыпсақ деп қояды, Қыпшағым бар. Ол кәдімгі біз бір кезде бір атаның баласы болған, әркім территориясына байланысты халық қойғанын білу керек. Ол тарихты білмейінше біз бірге алмаймыз. Дұрыс. Өйткені сен башқұрт жан бауырымыз мысалы үшін. Иә. Ноғай, Қарашай, Құмық, Қарақалпақ пен қазақтың мүлдем айырмашылығы жоқ. Айырмашылық. Ноғайдың да сол сияқты айырмашылық. Осын басқа ұлтпен бір тұтаспыз деп қарайтын нәрсе ғана бізді елдікке жетті. Өйткені жалпы әсіресе бүгін мына осы жаңағы регионда, мына аймақта қазақ, өзбек, қырғыз, түркменнің бірлігінің қаншалықты маңызды екенін білесіз бе? Біздің тіліміз бір негізі. Дініміз бір, мазхабымыз бір. Біз бір-бірімізсіз күн көруіміз қиын негізі. Біз бірімізге ауадай қажетпіз. Мұстафа Шоқайлардың арманын біз бүгінгі ұрпақ міндетті түрде түсіну керек. Міндетті түрде түсіну керек, арманын түсіну керек. Біздің санамыз ғана «Падение большого Туркестана» дейтін кітапты оқып, санамызда қақ қойып отыр ғана бір, кәкір қақ қойып отыр. Большой Түркістан деп мойындауының өзінде бір не жатыр негізінде. Қараңыз. Бұл жерде қанша өсіргісі келсе дағы байқап отырмын мен, бір санада бар да. Өткенде ана бокстан түріктің қызы ұтылса да қазақтың қызын құшақтап алуы, енді ондай фактілер көп қой енді. Жүрегің жылайды ана күні. Кім Ақжол Махмұт бауырымыз, інім, қырғыз. Иә. Біздің Жадыраевтан. Жадыраев ұтылған қызы ұтылдым деп атқан жоқ, мен өзім бауырым алған жақсы болды деп. Не деген адамға керемет. Жүрегіңе бір мейірімбай, бір елжірейсің қарап отырып. Ана Бахадир Жауылов үйлен тойына біздің боксерлердің бәрі барып құттықтап шапаны, қандай приятный нәрсе екен. Асеке, бұл бізге ауадай осындай бір болмайтын, осындай жақсы қадамдар бізді жақындата береді. Жақындата береді, бар ғой, білесіз бе? Өзбек жағам, қырғыз қазақ бір туған. Осындай нәрселер бізді жақындата беретін нәрселерге барынша күш салу керек. Біз сонда ел боламыз. Біз көбеюмен ел боламыз, бөлінумен біз ел болмаймыз. Біз енді қарап отырсақ, жауларымыз да жұмыс істеп жатыр ғой. Ана көкпарда қазақ пен қырғызға қарсы қоюы, бокста өзбек пен қазақтың қарсы. Қарап отырсаңыз, өткенде Ливерпульдің аэропортында қазақ пен өзбектің боксерлары бірге түсіп фотоға түсіп нетіп жатыр да. Керемет, әдемі де былай қарасаң. Енді бұл жағын қарасаң, әрине жауларымыз да жұмыс істеп жатыр. Олар біледі. Анау әрине бір фейк болуы мүмкін, енді өтірік сөз бе, шын. Бірақ Екатеринаның сөзі бар дейді да, егер қазақтар кім екенін білген болса, бүкіл әлемді бағындырар еді деген сөз. Сондай бір оборот бар да енді. Қарап отырсақ, оның бәрінің өзіндік бір негізі бар да. Жаңа айтайын отқан, бұл тарихи негізін білсе, мен өзінің қуатын білсе, шынында да біраз нәрсе қопарып тастау мүмкін деген сияқты нәрсе ғой айтады. Ол рас енді онша бір шындыққа ұқсамайды енді, менің жай субъективті пікірімде. Бірақ сөздің жалпы жаны бар. Қараңызшы, бір заңдылықты айтайын. Мысалы үшін екінші дүниежүзілік соғыс. Бұл планетадағы былайша айтқанда бір фитна ғой енді, бүлік. Мына жақта Москва, Орыс империясы, Совет империясы, мына жақта Германия. Екі отыр. Германияның астанасы жаңағы Берлин, Советтің астанасы Мәскеу. Мәскеуді Талдықорғаннан кеткен панфиловцар дивизиясы қорғайды. Сөйтеді, қалың қардай бораған оқтың астында атқа мініп Бауыржан жүреді. Бауыржан қорғайды. Қорғағанда жай ғана қорғамайды, нәтиже шығып шынында да кіргізбей қалады. Қараңыз. Волоколамский шоссе. Александр Бек. Енді Бауыржанның әскери тактикасы Кубадағы әскери училищелерде оқытылады. Бауыржан момышұлының тактикасы. Ол тактиканың негізі кәдімгі көкпардағы бір нәрселердің санасына сіңіп қалыңыз, сондағы нәрселерден алынғанын айтатындар бар мысалы үшін. Символичнымыз, өте бір символикалық нәрсе деп білем, Москваны қорғап қалған қазақтар. Енді рейста ғана фашизмнің ұясы болатын болса, соның қабырғасына тиген тұңғыш қол Рақымжан Қошқарбаев, қазақ.
анашы. Иә. Екеуіне де Батыр атағын бермейді. Айтпаса иттің итақайына Батыр атағын берген. Иә. Дунайды бір былай өтіп алдық дейтін бірнеше түрлі боксер бермейді. Өйткені символикалық нәрседе ана нәрсені ханында жауынгерлік қаны ойнап тұрған қазақтың Москваны қорғауы, Берлинді рейсті шығармау керек дейтін. Уже кәдімгі былай айтқанда отаршылдық, шовинистік дейміз, осындай нәрселердің оянып кетуі. Өйткені өзің сенімді бола бересің. Түсінікті. Осындай нәрселерді мысалы үшін ептеп тамтымдап, бұл мақтану мақсатында емес, бірақ өзінің қадіріңді білу мақсатында. Бұл ұрпақтың санасына жеткізуге, және өтірік нәрсе емес қой. Кейде бір адамдар өтірік айтады ғой, мысалы, неше түрлі мәшһүр жұптың астынан өтірік бір жырлар шығарады, қазір ұйқасын келтіріп қойып, анау айтты, мынау айтты деп айтып жатырады. Оны біз фактын айтып отырмыз ғой. А тысячи мнений не стоит одного факта дейді, мысалы. Мың пікірің бір фактіға тасылмайды дейді. Керемет аға. Аға, біз енді этникалық мәселені қозғап кеттік қой, бұл жерде дінді, этникалық мәселені. Сіз біраз уақыт Турцияда тұрдыңыз, ол жақтында біраз тәжірибе, ол жақтан көрдіңіз. Біз қазір Қазақстанда Тоқаевтың бастамасымен қазір модель Тоқаеваны соны көтеріп жатыр. Ол туралы не айта аласыз енді? Бұл толғағы жеткен, күн түрмейтін. Былайша айтқанда бүгінгі кезде ең бұл актуальды мәселені президентіміз қозғап отыр ғой. Негізі білесіз, бастаманы жасағанмен мына Бұқара оны іліп әкетпесе бар ғой. Оны сізбен біз түсініп бұл халыққа жеткізбесек, бізге сын. Дәріптеп арықтан не қылып. Иә, ол түсіндіру керек. Өйткені Тоқаев айтады, дін мен дәстүр негізің дейді. Сосын бүкіл бет пердесі, қазақтың ұлттық бейнесін көрсететін, мысалы, исламнан ажырақсыз бөлігі дейді. Сосын этникалық тұтастық. Мысалы, осы уақытқа Қазақстан халықтарының ассамблеясы деді ғой. Кейін Қазақстан халқының ассамблеясы. Өйткені сен бір тұтас деп қарамасаң, көк паспорт арқалағаннан кейін, оның жүрегін тұсына көк паспорт салып алғаннан кейін, сол елдің қамына ойламаса, бұл жермен тағдырын байланыстырмаса, іштен шыққан жау сияқты болады ғой кім? Әрине. Келсем аға. Іштен шыққан жау сияқты болады. Ол сені өзіңе тарту керек. Мысалы, мен дұрыс түсінесіздер. Заголовкин айтады. Менің шешем кәріс дейді. Әкем орыс дейді. Өзім қазақпын. Қалжың айтып отыр. Әзіл дейміз. Бірақ ол өзі шын жүрегімен айтады. Мен Генаны білем ғой. Иә. Ол шын жүрегімен айтады. Мысалы, сол Гена қазақ боламын десе, қазір біздің негіздерде жоқ, сен атауын ешқандай қазақ жоқ, паспортқа қазақ деп жазбаймыз деген сияқты. Боламын десе, өзі 300-ге жатпайтын рулар деп айтамыз ғой. Иә. Қожаңыз, төреңіз, төлеңгітіңіз, қырғыз руы деп айтады. Мысалы үшін Сунақ дейміз. Қазақ хандығының құрамына келді. Қазақ болып жазылып жатыр. Бірақ түбін қуып бірдеңе бергенде басқа ұлт демесе, енді қазір ондай нәрсе біздің қазақ өте болезненно қарағандықтан мен айта алмаймын. кейбір рулардың ішінде мысалы үшін әртүрлі кірме рулар бар. Қазір ешқандай жасырмайды. Қазір шежіреш шалдар, мынау 5 татардың баласы Қазаннан келген, содан жаңағы асырап алғанбыз. Мынау қолға түскен Олжадан туған, мынау жаңағы қарын бірдеңе, атын атамайыншы, қазір қазақтың ең бір жанына тиіп кететін нәрсе. Мынау осыдан келген, арбаның белдеуіне аспаған, жаңағы ұрып көрген тымаққа жығылмаған екен, содан бәленбай асырап алып, содан тараған ұрпақ. Кәдімгі ондай нәрсе көп ақ. Қабанбайға байланысты да, мысалы, Қабанбайға байланысты түбің сарт деп айтатын әңгімелер бар. Енді Қабанбайдың ұрпағын өзбексің деп айтпайсың ғой. Әрине. Жоқ, адамның кім Асеке бірді айтамыз. Жалпы ұлт дейтін нәрсе адамның позициясына байланыстырса. Егер қазақша сөйлеп тұрса, қазақ болып тұрса, қазақ болғың келеді десе, өзінің ұлтына қарсы жұмсаса, ол қазақылығын ол қазақ болған ұрайын оның. Дұрыс айтасыз. Небір адамдар бар, қазақ кәдімгі, бірақ ол жан дүниесімен қазақты жек көретін қазақ бар. Ол жаңа кәріс болам дей ме, орыс болам дей ме? Сіз айтқан Головкин мысалы, меніңше көбірек қазақ, бұл жерде кейбір қазақтардан егесіңіз, еңбегі көп, жанашырлығы. Головкин шақырды ғой, Россияға, сен Ресейдің атынан шық деді. Жоқ деді. Мен қазақпын деді. Мысал үшін жасыратын жоқ, Ресей мемлекеті біздің мемлекеттен үлкен де, күшті де, саны да көп, басқасы да көп.
бірақ ол жан жүрегімен осы өзінің тағдырын болашағын осы жерге байлап тұрған адамды кеудесіне итеріп сен біздікі емессің деудің не бір қисыны бар, не бір реті бар. Масекевич, бізде әлде колониалдық сана бар ғой бізде, анау біз бір жолығып кетуге қорқатындық па, сондай бір не бар да. Бірақ біз тарихтан қарайтын болсақ, мысалы Құрбанәлі Халиди деген өзіңіз білесіз, иә. Ол кісі кейбір өтігінде Әшірбек айтады, ол наймандардың ішіне бір кірме ретінде кірген дейді да, өзің кейіннен бір-екі недерде найманмын деп жазған нәрсе дейді да, мысалы. Қарап отырсаңыз, ол процесті біз наоборот былай айтқан кезде жақсы көруіміз керек қой. Яғни біздің ұлтымыздың несі өсуіне де. Әрине бұл жерде бір сондай бір кешіріммен қарау, кеңдікпен қарау дейтін нәрсе бізде жетіспей жатады. Менің әріптесім болды, Қарағұсова әпкем. Иә. Гүлжан Қарағұсова біраз кішкене күлкі қалып сөйтіп не қалды ғой енді, бір қараңызшы, сөйлеймін деп. Асеке, қараңызшы. Қаншама қазақтар бар. Безірейіп тұрады да, осыны қазақша айтса, не знаю, не хочу говорить. Безірейіп тұрып бар ғой, кесіп алып, бір қыржан кесті қылып айтады да. Ана кісі талаптанып, өзінше қазақша сөйлесі келіп, онысы енді ойдағыдай шықпай қалып. Онысы білесіз, былай айтқан бір басқа, үйде репетировать еткен кезде, дайындалған кезде өте жақсы шығып тұрған нәрсең, алдынан микрофон мен камера келген кезде біліп тұрған нәрсең кейде сананан қашып кетеді. Адам сасып қалғанша, сөйтті де соны жатып кеп мазақтадық. Мен жылда бір-екі ауыз сөз айтпаймын, мен сөзім ешкім тыңдаған да жоқ. Қараңызшы. Ал Түркияда білесіз бе? Түркінің тәжірибесі бұл жерде керек. Келсек, біліп тұрсың өзіңнің оңаша сөйлегеніңді. Ой, сен деген өткен жол қандай жақсы сөйлейтін болғансың. Белінен басып, батысын шығарып жатсың. Қате болуы мүмкін. Қате екенін өзім де біліп. Кәдімгі сен оның тілінде сөйлеуге талаптанғаныңа поощрение, былай айтқанда, қолдау көрсетіп. Бұндай нәрсе бар. Мысалы, ағылшынша кімдір, не бар адамдар қате сөйлеп жатады, ешкім ол ағылшын тілі мен түрік тілі, қазақ тілінен бір абырой кем тіл деп айта алмайды. Әрине. Біз деген сондай кем бағалдық сананың екен, соны жағатып кеп бір-бірінен жауап кеп мазақтадай кеп. Мен Гүлжан апайыма мысалы үшін рахмет айтамын. Сөйлеуге тырысқаныңызға, талаптарыңызға, өзің ана тіліңізге құрмет көрсеткеніңізге рахмет. Әйтпесе өмір бойы мектептен бастап қалада өскен ешқандай бір қазақ тіліне несі болмаған адам. Сосын адамның лингвистикалық қабілеті әр әртүрлі болады. Біреулер жылдам меңгеріп кетеді тілді. Біреулер тілді өте қиын меңгереді деген сияқты. Тіл меңгеру бір оңай нәрсе емес. Түркияда сіз күрдсіз ба, арменсіз ба, басқасыз ба, грексіз ба, сіз өзіңізді түркімін деп есептесеңіз, осы Түркия мемлекетіне кәдімгі былай айтқанда елім жанды жаңағы патриоты болуға тырысып, болды, мархама, ассалаумағалейкум, құшағын жайып қарсы береді. Бір осындай нәрселерге ойлану керек. Енді бұл менің бір субъективті пікірім. Қазір бұл жерде бұқты бірден айтып қалып жатырған жағдайым болып отыр. Осы нәрсеге ойланса, жалпы сан бірте-бірте сапаға айналатынын ескерсек, біз көбеюіміз керек. Біз жүрегіміз Тоқаев модель деген кезде, былай айтқанда құшағыңды ашып, сенімен біргем, сенімен тағдырымды байлайым, сенімен болашаққа бірге аттанамын деген тұлғаны кеудеден итеру адамгершілікке де қайшы нәрсе. Әрине. Одан қала берді, біздің күшеюіміз үшін өзі бірлік болмай тірлік жоқ деген қазақтың сөзі бір қазір қайта айтып қадірін түсіріп тастағанымызбен оның мәні тереңде ғой.